Қайырлы таң, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Так, кешегі сигналдар бойынша евро, доллар, британец, GBP, швейцарский франк, австралиец пен натурал газ, иә? Так, евро, доллар деңгейден жақсы кетті. Геппен ашылды, деңгейден прям осы жерден әдемі кетті. Максимум бізде 900-ге дейін бар келген, яғни 300 пункт. 300 пункт берді бізге, 300-350 пункт. Міне мына жерде 5 минуттықты қарайтын болсақ, айттық иә, жаңағы стоп технический және расчетный. Расчетный ол артар 20%, технический ол жаңағы осындай минимумдардың астына. Енді мына арада да геппен ашылған көріп тұрмыз. Деңгейден жоғары ашылдық, деңгейден асты қарай жібермеді бағаны. И осыдан жоғары позицияға. Такс. Біз мысалы 0,867, 0,867-ден қайда кетті бізде 0,867, примерно осы жер міне. Мына деңгейдің астына дейін 67, 100 пунктке, мысалы мына арада 80-90 немесе 100 пунктке даже осы 80-90-ға да қойсқа болады. Ең бастысы мына минимумдардан сәл төмен болса болды, где-то бір 5-10 пунктке. Сонда 85-90 пунктпен стоп қойып, мына жаққа жаңағы 300 пунктті алуға болады. Мына арада общий барлығы 350-ге дейін барған екен. В принципе, 300 пункт смело алып кетуге болады. 3-ке 1 мына арада уже жақсы барып келді. Енді қазір баға нарда тұр, бұл жерде. Қазір мысалы біздің точка входа мынау болды, сценарийіміз мынау болды. Қазір арғарек бағаны қуалаудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені бұл деңгейден әлдеқайда алыс кетіп қалды. Енді мына жерде мысалы локальный уровень алатын болсаңыздар, допустим, мына максимумдар асқаннан кейін арғарай. Бірақ ол арғарай қаншалықты барады? Мысалы атар 300 пункт жүрді, атардың где-то бір қанша процентін? 800-300 алып тастақ 500 пунктте арқылы запас бар. Енді 500-дің бәрін алмаймыз, например, 500-дің жартысы 250, онда уже аз болып қалады. Сол себепті мына уже түнде рынок ашылғаннан кейін сразу кеткен. Бұл жерде бәрібір ешкім үлгермес еді позицияға кіріп. Так, мынау мысалы уақыты 02-де дейді. Түнгі 02-де, демек 02 дегеніміз 4 сағат қосатын болсақ, 6-да кеткен екен, таңғы 6-да кеткен. Даже міне мына арада қайт келіп, мына жерден көруге болады. 6:30-да негізі баға кеткен екен сізге. Так, осы, евро-доллар кетіп қалды. Британец енді қалай ашылды екен, геппен ашылды ғой дейме тоже. Британец өзінің несінде ашылды, келді, деңгейден сәл ғана барды. Қазір ложный пробой жасап қойды, арғарай бара қоймайтын шығар. Арғарай повторно кірудің қажеті жоқ. Неге? Өйткені қараңыздар, мына кішкентай таймфреймді қарайтын болсақ, бізде мына арада локальный жаңағы канал, міне мына бір жерде. Мына жерде канал бар. Егер де баға осы каналға соғып, осыдан қайттан деңгейге поджимать етсе, онда ары қарай қуалауға болады. Бірақ канал бұзылғаннан кейін бұзылып беріп қайттан кіретін болса, онда ол уже энергиясы жетпеуі де мүмкін ары қарай. Бізге керек қозғалысты бере алмауы мүмкін. Яғни қайттан келіп мына деңгейді бұзатын болса, мына максимумнан ары қарай асады деп ойламаймын. Енді бір жаңалықтар әсер етіп, ары қарай жұлқып алып кетпесе, қазір уже не стоит кіруге. Астыға қарай кірудің тоже, біз айттық, сценарийді бұзбаймыз. Либо үстіге, либо астыға. Үстіге деп шештік, значит үстіге. Но мына сделка орындалмай қалды. Егерде міне мысалы біз айтқан бағада так, неме айтайын дедім. Біздің бағамыз 24-36. 24-36-да сіздер, например, нені қойған кезде, байстопты қойған кезде, міне мына бұрымен, мына жерде, осы жерде басталды, мына жерге дейін импульспен атқан екен, 116 пунктке. Одан кейін қайттан қайтып кетті. Егерде мына жерде, допустим, таң атпай тұрып, байстоп ордерін қойған болсаңыздар, онда әрине мына жерде сіздер мені шаласыздар. Но егер кірмеген болсаңыздар, онда
қазір кірудің қажеті жоқ. Так, одан кейін келесі қасиет. GBP швейцарский франк по тренду дедік, иә, GBP швейцарский франк, бұған кірудің қажеті жоқ. Неге? Өйткені мынаның жабылуы мынау өзінің максимумына жақын, бірақ бүгінгі күн геппен төмен ашылған. Яғни біз мынаның максимумы. Так, open 13.89, иә, 13.89, а бізге керек точка 14.23. 14.23-тен 13.89-ды алатын болсаңыздар, мынарда где-то 330 ба сондай пункт. 300 дегеніміз ол жәнегі мынаның уже 40%-ын жеп тастаған атардың. То есть мынаның максимумына келген кезде бізге керек импульсті бере алады деп ойламаймын, өйткені алыс ашылдық. Сондықтан бұл уже отпадает, даже если мына максимумға жетсе де. Естеріңізде болсын. Так, одан кейінгісі қайсы болады бізде? Австралиец, новозеландец. Австралиец, новозеландец. Біз осы деңгейден төмен қарай дегенбіз, орындалған жоқ, кері бұрылып кетті. В принципе, әлі де кеш емес. Иә? Қазір мысалы buy stop ордерін қойсаң, sell stop ордерін қойса да болады. Міне, low 0.7-де 556, ал біздің бағамыз 0.7-де 550. Яғни 6 пункт жетпей кері бұрылып кетті. Көрейік кішкентай таймфрейм неме дейтіні. Мына жерде, в принципе, осыдан төмен қарай кететін болса, мысалы келді, соқты сәл көтеріліп, қайттан кетсе, то есть мынандай картинка болса, в принципе, кіруге болады. Келіп соғып, мына бір қайттан келетін болса. То есть каждый раз мына максимумдар төмен болса, демек мынау аса қарай поджатие сақталып тұр деген сөз. Онда әлі де кіруге болады бұған. Біз көрсеткен және 17.55 деген бағадан төмен қарай. Но егер де бұл осыдан қазір buy stopты, sell stopты қойсаңыздар болады. Барса барады, бармаса ничего не потеряйте. Так, одан кейінгісі қайсы болады бізде? Натурал газ. Я натурал газ қайта бізде. Натурал газ міне тұр. Осы тренд бағытында осыдан төмен қарай дегенбіз, баға бүгінгі күн геппен ашылып кетті үстіге қарай. Сондықтан уже отпадайды. Бұны қарастырмайсыздар. Болды, қалғандары акцияларды енді уже кешке көреміз, қалай өздерін отработает. Жақсы, назарларыңызға рахмет.